Қайырлы күн баршаңызға. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ауызашарға ерекше печеньелердің бірі шай дастарханына ұсынуға болатын құрма қосылған печеньенің рецептісімен жасау жолымен бөлісетін боламын. Ең алдымен менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды да ұмытпаңыздар. Бізге бөлме температурасындағы жұмсақ сары май және қаймақ және қантымызды, жұмыртқамызды барлығын қосып, жақсылап араластырып аламыз. Одан соң ұнымызды 2-3 бөлікке бөліп қосып, жұмсақ қамырымызды илеп алатын боламыз. Қажетті тізімді описание бөліміне қалдыратын боламын. Мен өзімде алғаш рет жасап тұрмын. Маған өте қатты ұнаған печеньелердің бірі болды. Міне жұмсақ, әдемі қамырымыз дайын болып қалды. Мен осындай 2 түрлі құрманы пайдаландым. Құрманы осылай ортасынан кесіп, арасындағы дәннен ажыратып алатын боламыз. Және сол дәннің орнына осындай грек жаңғақтарын пайдаландым. Басқа да жаңғақтың түрлерін пайдалануға болады. Міне осындай 2 түрлі құрмаға оларды кесіп, арасына жаңғақтарды салып шықтым. Енді қолымызбен мен осындай көз шамасында өлшеп алдым. Егер таразымен өлшемін десеңіздер, 55-60 грамдай етіп, міне осылай қолымызбен кішкене жайып, құрмамызды салып, осындай икемдермен, әрекеттермен осылай домалақ етіп жасап шығатын боламыз. Міне осылай барлығын дөңгелек етіп, кішкене жайып, құрмаларымызды жайғастырып шығамыз. Осылай түйіп, жайғастырып аламыз. Барлығын осылай жасап шықтық. Басқа да жаңғақтардың түрлерін, құрманың да түрлерін пайдалансаңыздар болады. Енді алдын ала қызып тұрған пеште 170 градуста пісіріп алатын боламыз. Қатты қызартудың қажеті жоқ. Міне осылай кішкене сарғылтым болып піссе болғаны. Енді шоколадымызды ертіп, бетін әсемдеуге осылай әрлеп, осылай әсемдеп шықтым. Сіздер де өз қалауларыңызша әрлеп, әсемдеулеріңізге болады. Міне осындай ай пішіндес етіп те осылай жасап шықтым. Өте әдемі көрінеді екен. Осындай Рамазан айында ауызашарға ұсынуға керемет печеньелердің бірі. Ең бастысы ерекше дәмді, жұмсақ болып шығады. Достар, менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Алда тағы да ерекше дәмді тағамдармен бөлісетін боламын. Аз болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сондай ерекше жұмсақ печеньелердің бірі отбасыларыңызға, ауызашарға жасағанға жақсы идеялардың бірі деп ойлаймын. Ұстаған оразаларыңыз, ниеттеріңіз қабыл болсын. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Сандуғаш Әбдіқұлқызы.